Сәлем ақылды балақайлар, бізбен бірге әлемді тануға дайынсың ба? Ендеше кеттік. Бүгінгі шығарылым аралар жайында болмақ. Аралар әлемдегі ең еңбекқор жәндіктер. Жер бетінде араның 21 мың түрі бар. Бірақ біз білетін, күнде көріп жүргеніміз бал арасы. Бұл жәндіктер өздерінің ынта жігерімен және бірлескен жұмысымен ерекшеленеді. Олар өсімдіктердің гүлденуі мен көбеюіне, нектар мен тозаң жинауға тікелей қатысады. Жәндіктердің денесі шырышты қабықпен жабылған. Өлшемі шамамен 3 см болатын сары, қара жолақтары бар тіршілік иелері 38-40 күн ғана өмір сүреді. Олардың денесі 3 бөліктен тұрады: бас, кеуде және іш. Сонымен қатар олардың 6 аяғы, 2 қанаты бар. Аралардың 5 көзі болады, 2 күрделі, 3 жанама. Бірақ сонша көзі болғанымен олар өте нашар көреді. Есесіне иіс сезу қабілеттері өте жақсы дамыған. Аралардың иіс сезу мүшелері мұрттарында немесе антенналарында орналасқан. Әрбір мұртында 500 мыңнан астам иіс сезетін саңылаушалары бар. Аралар топтасып үлкен ұя болып тіршілік етеді. Бір ұяда бір ұрғаш ара, бірнеше жүз еркек ара және ондаған мың, тіпті 100 мыңға дейін жұмысшы аралар болады. Ұрғашы ара ұяда ұрпақ өсіреді. Аралар жалпы жабайы және үй аралары болып 2 топқа бөлінеді. Үй аралары өз ұясын шатырларда үй қабырғаларына салады. Ал жабайы аралар ағаш діңгегін, орман ойпаттары мен шұңқырларды мекен етеді. Адамдар бұл жәндіктерді ежелден бері бал алу үшін өсіріп келеді. Тіпті соңғы уақытта араның уын дәрілік заттар жасауға да қолданады. Бір қасық бал алу үшін 200 ара күні бойы жұмыс істеу керек. Ал 1 килограмм бал алу үшін араларға кем дегенде 10 миллион гүлдің шырыны қажет болады. Қарапайым күндері аралар 3-4 мың гүлге қонып шығатын көрінеді. Араның бізге беретін тәтті балы денсаулыққа пайдалы өнім екенін бәріміз білеміз. Ол қанша жылдар бойы сақталса да бұзылмайды, тіпті дәмі де өзгермейді. Алуан түрлі ауруға ем болатын балдың құрамында адам денсаулығына қажетті ферменттердің бүкіл жиынтығы бар. Балдың сапасы мен дәмі аралардың қай жақтан қоректенгеніне тікелей байланысты. Әр мезгілге орай балдың дәмі де әртүрлі болады. Соған сәйкесінше балдың түсі де сары, қоңыр, ашық сары түстерге боялады. Құрамы жағынан сұйық немесе қою болуы мүмкін. Аралар өзінен 30-40 есе ауыр затты көтере алатын қасиетке ие. Кішкентай болса да, үлкен күшке ие бұл жәндіктер өздеріне қауіп төнген сәтте қорғану мақсатында ғана шағады. Егер сіздің жолыңызға ара кездесіп, тіпті шағып алған болса, ауырсынуды басу үшін суық судың астына ұстап, шаққан тұсты кез келген антисептикпен сүрту керек. Достар, бұл шығарылым сендерге ұнады деген ойдамын. Біздің әлем жайында тағы да қызықты ақпараттарды білгің келсе, каналға жазылып, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпа. Келесі кездескенше достар.